Аяқта демалып отырмын, шаршап кеттім. Такси бұл жаққа дейін жүрмейді екен, ауылға дейін. Енді ағаштың астында демалып отырмын. Кәдем басып күн деген ыстық, әлі ауылға жеткен де жоқпын. Кеттік ары жүре басайық. Ауылда көріне басады. Осы жерден өзіме бір үй тауып алайын. Мына жерде деген адамдар жүргенше жителдер. Мен мына үй күшті екен бар ғой. Осы үйді алатын сияқтымын ғой. Чотты деревняда ең ерекшесі осы болып тұр ғой. Бірінші жителдері бар ма екен? Көріп алайын. Житель бар ма? Кім бар? Мына жақта да ешкім жоқ. Ана жақта бір житель бар екен, сөйлес көрейін. Ана жақта да бар екен. Енді суға батып жатыр ғой. Чомылып жатқан жер, күн ыстық қой. Мына жительмен сөйлес көрейінші, огурцмен айналысатын жительмен. Житель. Ана тұрған үй кімдікі, бос па өзі? Ол үй ма? Ол үйді босағанда шақын болды. Оның түсін ала бер, ол тегін. Ана адамдар болса, ол үйді тастап кеткен. Соны сол үйге көшіп алсам бола ма? Тегін беріп тұрсыз ба? Онда ешкім тұрмайды. Алсаң ала бер. Баш болды, мен шертпей, мен аяқтан жұмысымды бітіріп алайын. Мұның қуады екен ғой. Жарайды, кете берейік. Осы үйге дейме? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Визард. Достар, мен өткен жойнада айтқаным бойынша ауылға келдім. Мен осы жерде өмір сүретін боламын. Мына үй деген артымда тұрған үй тегін екен. Огородты соңғы қойдым. Сол огородты өзіме ала берейін. Осы үйде тұратын боламыз. Сіздер болсаңыздар, лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Бұна үй бос деді, терезелері биік екен, қарап көрейік. Үй бос сияқты ғой. Жарайды, мұна ағаштарын қолмен сындырып көрейікші. Үй не болып қалды? Достар, кішкене күте тұрыңыздар. Достар, кешірім сұрайым. Мен ана жерде творческий қосылып кетіпті. Ана қаладан кеткен кезде творческий сұрағам ғой. Бір адам берді, енді админ екен. Содан сұрап алдым. Қазір уақыты бітті ма деп көріп жатсам, шынымен де бітіп қапты. Қатысынай мұнан бар ғой. Мыналарды да алып тастайын. Кешірім сұрайын достар. Тамағым кішкене біртүрлі болып тұр. Мұна ағашты мұна жерге тастай салайын. Ал мұна үйді көрейік, ашы жанашар 2-3 күн болды деді. Ой, аяқ сынып отыр ғой. Бұл жағын жөндеп алармыз, сындырып кеткен ма, не істеген? Мына үй базар жоқ екен, мына жақта отырып тамақ ішеді ғой деймін. Жақсы. Кәне отырып көрейікші. Осы жерде отырады екенбіз. Айтқандай мен өзімнің ноутбугымды алып келген сияқты едім. Сумкамды ашып көрейін. Міне тұр екен. Осы жерге қоя салайын. Мұна бітегенге бір ағаш керек еді. Жителдерден сұрап көрейін. Болмаса бірден кетіп ағашты ұрып сындырып аламыз. Жителдер сіздерде артық ағаш бар ма? Жоқ бізде сұрамай қой, біз өзімізде дым жоқ, тамақтардан басқа. Біз сатумен ғана ойнасам. Жайт болыпты. Мына жерден бір житель бар екен, содан сұрай салдым. Достар, паузаға қойған үшін кешірім сұрайын. Міне бір ғана ағаш бар екен. Міне, қазір осыны ана полын жауып алатын боламыз. Шеге жоқ енді.
Құры өзін қоя салсақ болатын шығар енді. Шеге ешкімде болмайды. Оп. Болды, все. Так, мына жерде төсегі дейін шам бас кетіпті. Бұны жуу керек қой деймін. Сұндығында мотыка ғана бар екен. Огуртпен айналысып тастап кеткен ғой деймін. Көп болған сияқты ғой деймін, жай төсегін бірінші қағып тастайын, сүртіп. Так. Сыртқа шығарып тастайық бұл төсектерді. Төсекті ғана не істеген ма? Паластарды да далаға шығарып қою керек кішкене. И мына жерге қоя салайын. Екі төсекті де ауыр екен бар ғой. Так, енді мына паласты да алып тастаймыз. Так, кешірім сұраймын, артық сөздер шығып кетсе. Так, енді төсектерді шығарып қойды, кішкене далада тұрсын. Кеште батып келатыр. Жарайды, бопты. Енді паластарды шығарып тастайық, тездетіп. Паластарды қағып кіріс қою керек. Так. Болды, өз паласы алайын. И далаға шыға берейік. Ё-моё, дала уже қараңғы басып жатыр. Жарайды. Бүгіндікке жерге ұйықтай салармын, ағашқа. Алар бүйтіп қоя салайын. Сосын қайттан қарастыра салам. Әртүрлі палас екен ғой. Так. Кішкене далада ес шығып кетсін. Мен осы жерге жата салам, жылырақ қой. Қайырлы түн. Ой, ё-моё. Арқам ауырып қалды, ағашта жатам деп. Сағат қанша болды екен? Таңғы сағат 8 болыпты ғой. Блин, арқам ауырып қалды, ё-моё. Далар түнмен тастап кеттім де, еш шығып кетсін деп. Сығас кеткен ғой. Бұттарына ие болмаған ғой. Бұттарына ие болмаса, ие болмай қойсын. Әйтеуір жиһаздарын түгел тастап қалаға көшіп кетті дейді. 3-4 күн бұрын бір жетіл тұрған дейді. Может ол деген бір жерден ақша ұтып алып кетіп қалған шығар. Мына паластарды шахматқа қоя салайын қайттан. Сол әдемі екен. Так, ой, мен мына паласты ұмытып кетіппін ғой, кіреберістегі. Ё-моё, бұл қасқаны бір бәле істеу керек еді. Ой. Шахматты қалай еді? Дұрыс қою білмеймін ғой. Вот осылай. Мынаны алып бар ғой. Аналар кішкене таза ғой, мынаны бар суға жуып алмасам. Көл бар ма? Жақын манайда. Үйін арт жағын көрейікші. Ана жерде көл бар екен. Осы жерге жуып алайын. Так, мен енді осы ауылда тұра берем. Сулар көк түс екен, осы жерге жуа салайық. Так, бірінші суға лақтырайын. Все. Өзімде қоса чомылмайын, көп болды чомылмаға. Жуысын ана кішкене. Так, сықлап жейік. Ой. Вот, все. Чик-чик деп бұн ғой. Сықлап қою керек еді. Енді ана жерге қосайын да. Өзім чомыл болмасам кішкене. Так. Осы жерге келдік та. Оп. Так. Жүзе алмайтын болған ба? Немене? Ё-моё. Осы жететін жар. Телефонға сообщение келіп жатыр. Жеткесе келе берсін. Өзімде телефоным байқұс қырауға атқан еді. Телефоным дыңылдаған себебім. Қалтаның шығарды ұмытып кетіппін. Енді су кірді, не істеймін? Телефон лақтыра салайын анаяққа.
Аны кішкене жуып кеп тұрып алайық. Ауылда дагы деген күч топтор көлгө чомулмагалы кай заман көп болду. Негизи бар го чомулушу. Дек, мен қалада өзім видеоларын түсіріп жүрген едім. Көрейікші неше подписчик екенін. Қосайық. Кәні ютубқа кіріп көрейік, не болатыр. Блин, соғалпы подписчиктер. Дек, достар, сіздер лайк басып арнаға тіркеліңіздерші. Тегін ғой бәрі, тегін аяйсыздар ма? Көздерін, лайкты басып подписаться де оған көздеріңіз жұмып, лайк пен подписацияға қарамай қойыңыздар, олар тұра береді. И зато осылай күнде видео шығарып тұрамын, бірақ просмотр күшті, 33 просмотр бірінші видеоның 25 па соны жинаған екен. Дәк, жақсы. И бүгін осы видео монтажлап қоям кешке қаратай. Жоқ, әлі қазір монтажлай салайын. Дәк, ал кетігі монтаж жасайық кішкене, ойын түсіріп. Дәк. Монтажында әрем бітірдім ғой. Бірақ кішкене ойын ойнап алдым, жайт. Ноутбукты өшінші көзім ауырып кетті. Түн деген батып кетті ғой. Қой, ұйықтайық енді, құрысын. Таң атты. Таңғы закат, таза ауа дейсің ғой. Келесі бөлімдерді осы бірден кесіп жұмысқа тұрып алайын ба деп тұрмыш. Осы бір өзіме дәуі алу керек. Мынау болмайды, кішкене жиһаздарды сатып алу керек. Азық түлікке де бару керек еді. Қаяқта азық түлік сатады екен? Осы шетелдерден басқа сатпайды ғой деймін. Бірақ мені тыйым деген жоқ. Айтқандай огород бар еді ғой. Бірақ огород әлі өсіп, жайт огород менікі шығар. Ешкім алмайды. Бопты. Енді ауылды тексерейік, не бар, не жоқ дегендей. Ауылды қарап тұрсаң, дым өзге жоқ. Бірақ мына үйді кім салған? Мен бұны үй салу білмеймін ше. Мынандай үйлер кім салады? Қалай салады осылар? Ана мен тұрып отқан үйде біреу салған. Мынаны кім салды? Вообще қалай сапсан? Үйдің үстіне үй тұрғызып қойғандай. Аяқта мынандай товарщик жетел жүр түйесімен. Жат жүре берсін бұлар. Сөйлеп қойды бір бәле деп. Бір түрлі тілде сөйлейді екен. Шөл даладан келген шығар. Жарайды. Бүгін сесем болады екен, білмейтім. Дәк. Мына негізі үй бар ғой. Кішкене тарлау сияқты бар ғой. Енді уақытша тұрайық енді. Мына орындығы да ескірген, столы да ескірген, бірақ мен ноутбугымда да уже ескіре бастады тоже. Бопты, сол ноутбукпен бірнеше жыл жүретін шығармыз. Дәк, сыртқа шығайық та. Дәк, кішкене таза ауа жұтып алдым. Сыртқа шықтым да. Ал достар, сіздермен болған мен Визард. Аман сау болыңыздар.